Қайырлы таң, қазақ елі. Сіздермен бірге мен журналист Гүлнұр Сәлімбай. Бүгін Алматы қаласында орналасқан гепатология орталығына бауыр аурулары және асқазан ішек жолдары ауруларының түрлері және олардың алдын алу мақсатында құнды ақпараттар жинау үшін түсірілімге келдік. Ендеше алдағы 4 минутта бізбен бірге болыңыздар. Біздің гепатологиялық орталық асқазан ішек, бауыр, өт жолдары аурулары бар науқастарға білікті медициналық көмек көрсететін мекеме. Мекеменің дәрігерлері озық жабдықтарды, заманауи әдістерді пайдалана отырып науқастарға көмек көрсетуде. Сондай-ақ біздің гепатологиялық орталық заманауи құрылғылармен жабдықталған. Бауырдың қаттылығын, тығыздығын анықтауға арналған екі фиброскан аппараты іске қосылған. Жалпы іш құрылысын зерттейтін ультрадыбысты зерттеу кабинеті және эндоскопия кабинеті бар. Сондай-ақ гепатологиялық орталықтың арнайы мамандандырылған зертхана жұмыс жасайды. Бұл зертханада аутоиммунды гепатиттерді, вирусты гепатиттерді анықтауға арналған зерттеулер жасалады. Бауыр ауруларының ішінде жиі кездесетіні вирусты гепатит С, вирусты гепатит Б, бауырдың май басуы, бауыр циррозы. Осы патологиямен науқастар жиі келеді. Егер сіз маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, хиджама жиі жасасаңыз, онда сіз міндетті түрде вирусты гепатиттерге тексерілуіңіз қажет. Бұл аурулар симптомсыз жүреді. Дер кезінде вирусты гепатиттер емделмесе, бауыр циррозы, бауыр обыры сияқты асқынуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан вирусты гепатиттердің жұғу жолын білу өте маңызды. Біріншіден, дұрыс өңделмеген құрал-саймандар, қорғалмаған жыныстық қатынас. Жүктілік барысында анасынан баласына да берілуі мүмкін, бірақ вирусты гепатиттердің алдын алуға болады. Бірінші, вирусты гепатит Б-ға қарсы вакцина. Қорғалған жыныстық қатынас. Жеке гигиеналық құралдарды тек өзіңіз қолданып, бөлек ұстаңыз. Вирусты гепатиттердің емі тек гепатолог дәрігерінің қабылдауынан кейін ғана шешіледі. Сонымен қатар қазіргі уақытта жарнамаларға сеніп, дәрігерлердің тағайындауынсыз анализ тапсырмай өз беттерінше бірнеше дәрумендер, биологиялық қоспалар БАДы шектен тыс тұтыну бауыр жұмысының бұзылуына алып келеді. Егер сізді қыжыл, кекіру, асқазан тұсындағы ауру сезімі мазаласа, онда сізге ас қорыту жүйесін тексеру қажет. Дәрігерге дер кезінде келу денсаулық сақтаудың алғашқы қадамы екенін ұмытпағанымыз жөн.